Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл ресторандағыдай болып шығатын өте дәмді мясо по-тайски тағамын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы қарапайым әрі жылдам уақытта дайын болатын тағамдардың бірі, сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл тағамды жасау үшін бізге 500 граммдай ет қажет болады. Менде бұл жерде сиырдың еті, кез келген қойдың немесе жылқының еті де жарай береді. Көкөністеріміздің барлығын жуып, дайындап, ашып, тазалап қоямыз. Ал енді етімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқа етіп, жапырақтап, турап шығатын боламыз. Мясо по-тайски тағамы өте жылдам дайын болатын болғандықтан, етімізді осылайынан жұқа етіп, тез пісу үшін жапырақтап турап аламыз. Алдымен табамызды қыздырып аламыз. Бір кесені толтырмай, сұйық май құямыз. 130 граммдай шығады. Қызып тұрған майымызға етімізді саламыз. Және де қазір өзінің сөлі шығу керек, яғни суы еттің сол тартылғанша табамызда баяу отта қалдыратын боламыз. Етіміз қуырылғанға дейін жаңағы ашып дайындап қойған көкөністеріміздің барлығын видеода көрсетілгендей етіп турап шығасыздар. Құрметті көрермендерім, каналымның өсіп әрі жылжуына және қазақша фудблогтың дамуына өз үлесіңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Негізі бұл тағамды әркім өз қалауы бойынша дайындап жатады. Қаласаңыздар, қиярды қоспай қойсаңыздар да болады. Қуырылып жатырған етіміздің үстіне жуамызды бірінші салып, оны қуырып аламыз. Содан кейін қиярымызды, тәтті бұрыштарымызды салып, чесногымызды, яғни сарымсақты саламыз да, үстіне жарты қасық тұзымды және де қара бұрышты, оның үстіне соя соусын қосамыз да, тағы да бір араластырып қуырамыз және де жарты кеседе ыстық қайнаған суымызды құйып, астының отын баяу етіп қойып, қақпағын жауып пісіретін боламыз. Келесі кезекте біздер гарнирді дайындайтын боламыз. Өзіңізге қалаған гарнирмен пісірсеңіздер болады, бірақ бұл тағамды көбінесе күрішпен ұсынып жатады. Қазір сіздермен бірге шаршаңқы күріш дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға 1,5 кесе күрішімізді салып аламыз және де бойындағы крахмалы кеткенше, суымыз мөлдір түске енгенше қайта жуа береміз. Енді пісіретін ыдысымызға шамамен 3 қасықтай сұйық майымызды құйып, күрішімізді қуырып аламыз және де үстінен күрішімізді өлшеген кесемен 2 кесе толтырып, үстіне қайнаған ыстық суымызды құятын боламыз. Міндетті түрде қайнаған ыстық суымызды құйып, және де барлығын бір араластырып жібереміз. Жарты шай қасықтай тұз салдым. Енді қақпағын жауып, газдың астын басып, баяу отта 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің күрішіміз жабысып қалмай, езілмей, шаршаңқы болып, әдемі болып пісті. Енді дайын болған тағамымызды дастарханға ұсына берсек болады. Кесемізді суға шайып алып, және де ішінен күрішімізді салып, қасықпен нығыздап жіберіп, тарелкамыздың ортасына төңкеретін болсақ, өте әдемі, күшті болып шығатын болады. Енді осының жанына көкөністермен бірге пісірілген етімізді де салып аламыз. Құрғақтау болып қалмас үшін еттің шырынынан да үстіне құйып шығатын боламыз. Осымен біздің ресторандағыдай болып шығатын мясо по-тайски тағамымыз дайын. Міндетті түрде отбасыларыңызға дайындап көріңіздер. Осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Баршаңызға видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.